Әйел энергиясын көтеру медитациясы. Бұл медитация әйел адамның энергиясы мен тағдырын, денесін тазартады. Медитацияны 30 күн тыңдауға кеңес беремін. Және де саған ешкім кедергі етпейтін қараңғы, тыныш жерге орналас. Аяқ қолыңды бос ұста. Біріншіден, өз әйелдік қасиетіңді тауып, дамытуға ниет қой. Әлемде еркек пен әйел энергиясының бар екендігін бәріміз білеміз. Әрбір адамның бойында осы екі энергия жүреді. Ер энергиясы күн тәріздес жылы әрі белсенді, ал әйел энергиясы ай тәріздес салқын қабылдаушы. Қазір әйелдер қоғамда өте белсенді, ақша табуға құштар. Сондықтан әйелдерде ер энергиясы басым, бірақ әйел заты өзіне тән әйелдік қасиеттерін бойынан жоғалтпай, оны дамыту қажет. Әйел ол адамзатқа өмір сыйлайтын, өмір жалғастырушы ерекше нәзік жан. Әйел бұл әлемге мейірімділік, жанашырлық, махаббат пен сұлулықты беруші. Әрбір әйел бойындағы энергиясын көтеру арқылы өз өмірінде және осы әлемде үйлесімділік орната алады. Енді бүкіл фокусыңды өз ішіңе аудар. Өз денеңнің сезімдерін байқа. Аяқ қолың, денеңді сезін. Ыңғайлы отырсың ба? Денеңнің барлық бөлігі бірдей босап тұрма. Жоқ әлде босаңсуды қалайтын жерің бар ма? Енді деміңді байқа. Әр дем алған сайын демің де тынышталуда. Дем шығарған сайын бүкіл клеткаларың босаңсуда. Сен енді басқа әлемге тап болдың. Сен өте әдемі өрісте тұрсың. Бұл алтын дәнге толы өріс. Төбеңнен күннің нұры сәуле шашып тұр. Нұр сәулесі сенің төбеңнен аяғының астына дейін нұр шашып тұр. Сенің денеңнің әрбір клеткасына өтіп, нұрландырып тұр. Сол нұр саған қауіпсіздік сыйлап, қорғап тұр. Соққан самал жел бетіңе үріп, сенің шашыңды желбіретуде. Сенің табаның ағаштың тамыры секілді жерге нығыз орналасқан. Аяғыңмен жер үстінде нық тұрсың. Сен жер анамен тығыз байланыста екеніңді сезінудесің. Сенің табандарыңнан жер ананың энергиясы аяғынан бастап жоғары қарай көтерілуде. Жер ана саған бүкіл махаббатын беруде. Екі қолыңды аспанға көтеріп, бойыңнан өтіп жатқан энергияны сезінудесің. Сен өте керемет сезімдесің. Себебі сен жер ана мен Алладан энергияны алып, бүкіл денеңнен өткізудесің. Бұл энергия саған тыныштық, махаббат, нәзіктік сыйлап, өзіңді толығымен қабылдауды үйретуде. Сен қуанышты, еркіндікті сезінудесің. Сен алаңсыз, толық қауіпсіз жерде тұрғаныңды сезініп тұрсың. Сенен ешкім еш нәрсе сұрамайды. Сен де ешкімге еш нәрсе беруге міндетті емессің. Сен өзіңнің ішіндегі ерекше, Алланың берген қасиеттерін қабылда. Өзіңді қалай барсың, солай қабылда. Өзіңді барлық қасиеттеріңмен тұтас қабылда. Сендегі әйел энергиясы сені нәзік, икемді, сонымен қатар мықты, сұлу, тежеусіз, ерекше әлсіз де мықты да ете алады. Сен өзіңе сенімділікті және де жанашыр, нәзік. Сенің әйелдік қасиетің өте сезімтал. Бүкіл әйелдік қасиеттердің бәрі бойыңда бар. Сенің жолыңда қандай да бір кедергілер болса да, сен барлығын бұзып өтесің. Сен бостандықтасың. Сен не қалайтыныңды білесің. Басыңды тік ұстап, тек алға ұмтыласың. Сендегі әйелдік энергия жан жаққа махаббат пен жылулық беруде, сұлулық пен еркіндік беруде. Дәл қазір сенің жүрегіңде
роза гүл пайда болды. Сен сол гүлдің бүршік атып ашылғанын бақыла. Ол үлкейіп, сенің денеңнен үлкен болып өсуде. Енді сен сол үлкен гүлдің үстінде отырсың. Сен осы ерекше, сиқырлы әйел энергиясында өзіңе сүңгуге рұқсат бер. Сен Алланың шартсыз, шексіз махаббатын қабыл ал. Яғни, сен өзіңнің бойыңдағы барлық әйелдік қасиеттерді қабыл алғаның, денеңді, түр-әлпетіңді, киім киісіңді, фигураңды, киіну стиліңді, өзіңді ұстауың, сөйлеуің, мінезің. Алла сені қалай барсың, солай жақсы көреді. Алла саған бүткіл, бүгін ерекше сый беруде. Оны махаббатпен қабыл ал да, дамытып гауһар тастай жалтырай түс. Әр уақытта биіктен көрін, махаббат пен жылулықты бүкіл әлемге тарат. Махаббат пен жылулық жан жағыңның бәрін нұрландыруда. Осы медитацияны қайталау арқылы өзіңнің барлық қырларыңды ашып, өзіңнің әйелдік қасиеттеріңді дамытасың. Енді ішіңнен 5-ке дейін санап, 5-ке келгенде жайлап көзіңді аш.